Қайырлы күн, қазақ елі. Мен бүгін Думан Мұхаммедкәрімнің қолдаушыларын, оны қолдап барып, сот алдында тұрып, табандылық танытып жүрген қоғам белсенділерінің әрекетін шоу деп айтқан бүгінгі мәжіліс депутаты Ринат Зайытов туралы айтпақпын. Өйткені бұл мәселе туралы, Ринаттың сөздері туралы маған хабарласып, не дейсің деп жатқан адамдар бар. Енді бір айта кетерлігі, мен Ринат Зайытовтың мақтаушысы да емеспін, даттаушысы да емеспін. Біреулер сияқты оны пір тұтып, әулие көріп, көкке көтеретіндердің қатарынан емеспін, бірақ жерден алып жерге салатындардың да сапында жоқпын. Ал енді, бірақ Ринат Зайытов мен үшін тұлға емес. Ринат Зайытов мен үшін бір қаһарман адам емес. Ол, ақын, талантты ақын, дарынды ақын, суырып салмалық шеберлігі өте жоғары ақын, кезінде айтыста талай топ жарды, оған ешқандай да дауымыз жоқ. Бірақ ол ешқашанда мынау бір елдің жүгін арқалайтындай дәрежеге жеткен емес. Ақын кезінде, домбыра тартып отырған кезде, халықтың алдында тұрып, арқаланып, шындықты айтқан кездері болды. Ақиқатты айтты. Назарбаевтың қыздарына қатты айтқандарын да білеміз. Бірақ ол арқаланған кездегі әңгімесі. Ал одан кейін шығып, не бір сұхбат берген кезде, немесе бір алаңда тұрып, бір сойып салған, бір қатқыл айтқан жері жоқ. Тек қана қолына домбыра түскен кезде арқасы қозып айтып қалғаны болмаса, басқа уақытта батылдық танытқанын көрген емеспіз. Өз басым осы сотқа дейін қадағалап келіп, бірақ ондайына байқамадым. Керісінше, оның таяғнақтап кете беретіндігін үнемі көріп жүрміз. Ол мынау кезінде қосановты қолдады. Қаншама адамдар, қосановты жақсы танитын адамдардың өздері оған қой десе де қоймай, барлығын қосановқа дауыс беруге шақырды. Кейіннен қосановқа алданып қалдым деп шықты. Одан кейін мына видеосын баршаңыз білесіздер. Ертеңгі күннен бастап мен партия құруды қолға аламын. Ертеңгі күннен бастап мен барлық заңды жаттап, сіздерге не істеу керек екенін бағыттауға тырысамын, ағайындар. Ол үшін мен ештеңеден қорықпаймын, ештеңені тайсалмаймын. Яғни жата жастанып, заңды оқимын, партия құрамын, саясатпен айналысамын деп жұлқынған Зайытов уәдесінде тұрмады. Ал ол қамалған кезде артынан жүздеген қазақтың жігіттері іздеп барған. Ал 2 сағаттан кейін сол жігіттердің алдына шығып, жүні жығылып, бәрі жақсы, тараңдар деген Ринат Зайытов жанына, қазіргі жанында отырған мынау мәжіліс депутаты Мақсат Толықбайды ертіп алып, шай сораптап ішіп, мәз-мейрам болып отырған кезде Зайытовтың жоғын жоқтап артынан іздеп барған жігіттерді собыр жасағы, яғни арнайы жасақ, Алматының көшелерінде тырқыратып жүріп, қуып, ұрып соқты. Дәл сол уақытта Зайытов қаннен қаперсіз достарымен шай ішіп отырды. Енді одан кейін де Зайытов бір алқынып-жұлқынып айтқан сөздері болды, бірақ ешқашан ол өзінің сөзін, ісін аяғына дейін жеткізген емес. Зайытовтың орны, менің оған айтарым, жалпы Зайытов туралы айтарым, оның орны сол театрдың директорлығы еді. Оның орны депутаттық емес еді. Әрине ол жылы жұмсаққа қызықты, биліктің уәдесіне алданды, сөйтіп депутат болып тағайындалды. Ал енді оның оған дейін бір қатты қателескен жері қаңтар кезінде атылған оқты ақтауы. Мына видеосын қарап көрсеңіздер болады. Бәрі айтады, Тоқаев ат деп бұйрық берді, ат деп бұйрық. Бұйрық бермеген не істейді енді ол? Не істейді, қойыңдар десе қоймай жатса. Әскер, ол тазалаушы. Оларға белгілі бір квадратты бөліп береді. Олар бүйтіп жүреді, мылтығымен жан-жағынан қарап жүреді, жыбырлаған нәрсені ата береді. Болды. Ит па, адам ба, балам ба, олар жыбырлаған нәрсені атады. Олардың дайындықтары сол. Халыққа атылған оқты ақтап тұр. Атқан адамды ақтап тұр. Негізі, Тоқтар Әубәкіровтің сөзінде білесіздер сол кезде. Сырттан, өзіміздің адамдар аталмаса, сырттан адамдарды әскерді келіп атқызайық деген сөзін білесіздер.
негізі егер біз мықты ұлт болсақ, егер біздің қоғамның дені дұрыс болатын болса, яғни дені дұрыс қоғам болатын болсақ, біз 2019 жылғы сайлаудан кейін Әміржан Қосановты, қаңтар көтерілісінен кейін Тоқтар Әубәкіров пен Ринат Зайытовты, мынау өткен жолы мас күйінде көлік жүргізіп, басқа адамдардың өміріне қауіп төндірген Төреғали Төреәлі деген әншіні, күні кеше мынау әуеде жүріп, яғни ұшақтың ішінде басқа жолаушылардың өміріне қауіп төндірген, тағы да мас күйінде ұсталған Тұрсынбек Қабатовтарды мынау елдің алдына шығармай қоятын дәрежеде болуымыз керек еді. Егер мықты ұлт болатын болсақ, дені дұрыс қоғам болатын болсақ, олар көшеге шыға алмайтындай дәрежеге жету керек еді. Төреғали сияқтылар, Қабатов сияқтылар сахнаға шыға алмайтындай дәрежеге жету керек еді. Бірақ өздеріңіз көріп отырсыздар, бізде бір кеңбейілділік дейміз бе, кешірімшіл қоғам дейміз бе, саяси сатқындар сол сән-салтанатпен әрі қарай жүруін жалғастыра береді. Әншілерің, ақын жазушыларың сол жексұрын әрекеттерін одан әрі жалғастырып, халықтың қалтасын қағып, сайқымазақтығын ары қарай жалғастыра береді. Яғни тентектерді терге сала алмаған осындай еліміз. Ал енді менің айтарым мына мәселе. Бұл Ринат Зайытовтың жақында берген сұхбатына қатысты. Бұл Думан Мұхаммедкәрімге қатысты. Думан, енді мен бұл эфирді арнамас едім, өздеріңіз білесіздер, ертең бұл сотқа не демей жатыр. Парламентте отырып алып, зуни паста 200 теңге, макарон 500 теңге деген болмашы әңгімені айтып, болжырап отырғанына да мен ештеңе деген жоқпын. Әйтпесе сол айтылатын әңгіме емес сол. Ірі әңгіме айтылу керек ол жерде. Қаңтардың мәселесі көтерілу керек, саяси тұтқындардың мәселесі көтерілу керек. Оның барына көз жұмған. Бірақ қазіргі уақытта мен Думанды қолдап барып жүрген қоғам белсенділерінің әрекетін шоу деп айтқанына қатысты үнсіз қала алмадым. Өйткені Думан Мұхаммедкәрімнің соты жабық өтіп жатыр. Ринат Зайытов айтқандай облыстық сотта емес, қалалық сотта өтіп жатыр. Ринат Зайытов айтқандай олар барып қоғам белсенділері соттың ісіне кедергі жасап жатқан жоқ. Камераларды қойып жатқан жоқ. Мүлдем басқа жағдайда. Өйткені ол жерде сот ғимаратының ішінде, сот залында сот ісін жүргізіп жатыр. Ал халық соттың ғимаратына кірмей, сыртта аулада тұр. Осы сотқа дейін қоғам белсенділері де сотты көрген жоқ. Сот та қоғам белсенділерін көрген жоқ. Ешқандай да соттың ісіне кедергі жасау жоқ. Ринат Зайытов айтқандай, ешқандай ол жерде кедергі жасау, мынау сотты созуға мүмкіндік беру деген жоқ. Соттың тез бітуі Думан Мұхаммедкәрімге пайдалы болар еді дейді. Ешқандай да пайдасы жоқ оның. Одан бөлек Ринат Зайытовтың мына сөзі бар. Тыңдап қарасаңыздар болады. Енді ұзақ жылдар дос болғансыздар. Досыңызға биліктің бір мінберінде отырған адам ретінде ешқандай көмектесе алмадыңыз ба, әлде араша түсе алмауыңыздың бір себебі бар ма? Мен енді ашығын айттым, оны алдында да айтқам. Біз жалпы саясатта кез келген нәрседе ойыңды жүйелі жеткізу және әрбір қадамыңа сақ болу керексің. Бұл талап. Кез келген жерде маған десе осы ертең менің абыройымды асқақтатып жіберем деп ойласаң да, осалдық танытпауың керексің. Ол ана бір қызығушылыққа осалдық танытпау керек. Саясат бәрін кешіреді, осалдықты ғана кешірмейді. Мен Думан Мұхаммедкәрім осы мына ұзақ мерзімге қамалардың алдында бір қамалған кезінен шыққан бетте екеуміз ұзақ сөйлестік. Мен сол кезде барлық білген түйгенімді айттым. Дәке, былай жұмыс істеуге болмайды. Былай істеш, былай істеш. Жоқ, мен ертең біз бүйтеміз, ертең біз сөйтеміз, ертең біз бүйтеміз деді. Мен айттым, мен ертең сенен бірдеңе болатын болса көмектесе алмай қалам дедім. Өйткені білем де, ол баянсыз, нәтижесіз екен. Онымен мүлдем басқа ведомстволар, мүлдем басқа адамдар айналысып жатуы мүмкін де. Сосын жаңағыдай сот ісіне араласа алмайсың дейді, болды. Енді қазіргі жағдайында бәлкім болатын беді.
мына жақтағы жауапты органдармен сөйлесіп кіріп айтып бүйтіп, бірақ әрбір сотының өзі ток-шоуға айналып бара жатыр да. Сонан кейін сотта сот өткізгісі келмейді, мына жақта халық шулап тұрғаннан кейін. Әйтпесе соның сот тезірек өтіп кеткені бірінші Думанның өзіне пайдалы да. Соты тезірек өтіп кетсе, ал енді қараңыз, анау облыстық сот алдына жаңағыдай бүкіл камералармен адамдар келіп жиналып тұрғаннан кейін ол да түсінбейді. Қалай болады екен, былай шешім шығарсам бүйтіп қалмай ма, былай шешім шығарсам бүйтіп қалмай ма деп, сонан кейін сотты шегере береді. Бір жылдан асып кетті уақыт. Думанның өзімен келісе алмадыңыз, иә? Мен оған түсіндіре алмадым да. Түсіндіре алмадыңыз, жақсы. Депутат ретінде қылмыстық істерге араласа алмайсыз, сот процесс жүріп жатқан кезде. Бірақ басқа да көмектесудің басқа да жолдары бар. Мысалы, мүмкін сіз заңгермен сөйлесіп көрдіңіз ба, Думанның ісі бойынша болашақ қалай болады деген сияқты. Болмаса адвокат арқылы, жақсы адвокаттар тауып беру арқылы көмектесу сияқты. Басқа сіз тарапыңыздан қолдау болды ма? 4 депутат мен білетін қазір өзімді қосқанда бұл іске қатты алаңдап отырмыз. Көмектескіміз келеді. Оның біреуі Ермұрат Бапи еді. Былтыр менің де жоспарымда болған, жазғы демалыс кезінде кіріп шығам, амандасып сәлемдесіп шығам деген. Ермұрат аға кіріп шыққаннан кейін қандай әңгіме болды? Билік маған адам жіберіп, мені көндіруге әрекет жасап жатыр деді. Осыдан кейін кім бұл іске араласқысы келеді? Өйткені әрбір қадамыңды ана жақта басқаша түсіне ме екен, әлде өздері солай түсінгісі келген сондай хабар таратады да. Көмектесу ниетін басқаша түсініп қалуы ма? Иә, одан кейін әрине бәрі қош деп. Сондықтан қазір неғұрлым үндемей, баяғыда бір көмегім болсын, тыныш отыршы деп. Тыныш отырғанымызда көмектесіз. Тыныш отырудың өзі де көмек болады да қазір. Енді көрдіңіздер, бұл саясатта осалдық танытуға болмайды деп пәлсапа соғып отыр. Ринат Зайытов ақын болса ақын. Иә, өнерден хабары бар. Бірақ ол саясаттың с әрпін түсінбейді. Дәл қазіргі уақытта парламентте жүрсе де солай. Оның саяси сауаты жоқ. Ол саяси сауаттануға ізденбейтін де адам. Етпесе 2019-дан бері оның сөзі түзелер еді, ісі түзелер еді. Ол арқаланған ақиық ақын. Бар сол ғана. Сондықтан Думан Мұхаммедкәрімді осал деп, Думан егер осал болатын болса, басқа журналистер сияқты билікті мадақтап, ірі мемлекеттік телеарналарда жұмыс істеп, кешегі журналистер күнде кеудесіне орден медаль тағып, қос-қостан Алматыдан, Астанадан ұялуға оның қабілеті жететін еді. Немесе, олай болмағанның өзінде бір жыл бұрын түрмеге қамалды ма, келісіп те шығуға болатын еді, шарт жазамен шығуға болатын еді, басқалар сияқты. Бірақ оған да көнген жоқ. Биліктің сценарийінің бытшысын шығарды. Тентек, мықты, табанды, ер екендігін көрсетті. Зайытып айтқандай, ол осалдық танытқан жоқ. Сондықтан ешқандай ол жерде шоу болып жатқан жоқ. Думан Мұхаммедкәрімді қолдап бара жатқан қоғам белсенділері ішінде ата әжелеріміз бар, жастарымыз бар, орта жастағы адамдар бар, аналарымыз бар. Барлығы уақытын тауып, Алматыдан әркім өзінің көлігіне өзі жанармай құйып, оны ағаларымыз, олардың жандарына 4 адамды отырғызып, бір-бірімен машина болып, көліктермен қонайып, Алматыдан шығып, қонайып қаласына жету, сол жерде табандап сот біткенше тұру, бұл ерлік. Бұл құрметке лайық іс-әрекет. Ал солардың әрекетін Ринат Зайытов шоу деп отыр. Сондықтан менің айтарым, Зайытов сияқты жүрегінің түгі жоқ, табанының бүрі жоқ, тайғанақтар қай заманда болған, қазірде бар. Бұдан кейін де болады. Бірақ оған назар аудармауымыз керек. Оған қарап көңіл түсірмеуіміз керек. Мен ел үшін жанкештілікпен күресіп жүрген қоғам белсенділерін қорғап, осы эфирді арнадым. Ары қарай өздеріңіз пікір жазыңыздар. Думан Мұхаммедкәрімнің бостандығы үшін күрес тоқтамайды. Саяси тұтқындардың мәселесі күн тәртібінен түспейді. Егер Ринат Зайытов жанашығыс болса, шынымен де бір қолғабыс жасағысы келсе,
парламенттің төрінде отырып саяси тұтқындардың мәселесін көтерер еді. Қаңтардың мәселесін көтеретін еді. Думан Мұхаммедкәрімнің мәселесін көтерер еді. Парламентте айтуға да шамасы жетпесе, сұхбат берген кезде, ең болмаса, мен Думан Мұхаммедкәрімнің қылмыскер екеніне сенбеймін деген бір-ақ ауыз сөзді айтуға да әлі күнге дейін жараған жоқ. Ол шақырылса да сотқа куәгер ретінде келген жоқ. Қаншама адамдар келіп, видеоны көргендігін, Әблязовпен интервьюді көргендігін, Думан Мұхаммедкәрімді қылмыскер деп санамайтындығын айтып жатыр. Ондай мүмкіндік Ринат Зайытовта да болды, бірақ келген жоқ. Ол тіпті кеше Әйгерім Төлеужанның анасы, Думан Мұхаммедкәрімнің анасы, біршама ата-аналар Астанаға барған кезде халықпен, сол қоғам белсенділерінің алдына шығып сөйлесуге жарамады. Не шыққысы келмеді, не шыға алмады. Қалай болмасын, шыққан жоқ. Демек, Ринат Зайытов сияқты адамның сөзіне, өзіне, оған мән берудің қажеті жоқ. Менің айтарым осы. Пікір жазыңыздар, таратыңыздар. Мынау айғайлағанның бәрі әнші емес деп, алқынып-жұлқынып сөйленгендердің барлығын халықтың жанашыры деп ойлап қалмаңыздар. Назарларыңызда болған Абзал Достияр, келесіде жүздескенше.